Сәлеметсіздер ме оқушылар? Бүгін 134-ші сабақ бекіту. Бірінші есеп, есептеуді баған түрінде орында. Бірінші жолдағы есептеулердің мәнін өсу ретімен, ал екінші жолдағы есептеулердің мәнін кему ретімен жаз. Қандай мақал жазылғанын оқы, мақалдың мағынасын түсіндір. Яғни бұл жерде баған түрінде жазатын болсақ, яғни 102 көбейту 4. 2-ге 4-ті көбейтсек 8, 4-ке 0-ді 0, 4-ке 1, 4, 408. Келесі 103 көбейту 3. 9, 0, 3, 309. Келесі 808 бөлу 2. 4-тен береміз 8, 0. Мына 0, 2-ден кіші болғандықтан 1 0 тіркейміз да, мына 8-ді түсіреміз. 8-дің ішінде 2, 4 рет бар. Көбейткен кезде 8, азайтқан кезде 0, яғни жауабы 404. Келесі 606 бөлу 3. 6-ның ішінде 3, 2 рет бар. Көбейткен кезде 6, 0. Яғни мына 0 3-тен кіші болғандықтан 0 тіркейміз да, мына 6-ны түсіреміз. 6-ның ішінде 3, 2 рет бар. Көбейткен кезде 6, 0. Енді осыны өсу ретімен жазатын боламыз. Яғни бірінші жолдағы есептеулердің мәнін өсу ретімен жаз дейді. Яғни бірінші өсу ретімен жазатын болсақ, 202, 309, 404 және де 408 шығады екен. Мінеке. Енді мына жерде жазуларын жазатын болсақ, бұлай болады, яғни сулы жер, нұрлы жер, нулы жер, нулы жер, сулы жер, нулы жер. Енді екінші бағандағы есептерді шығарамыз, екінші жолдағы. Яғни бұл жерде 103-ті көбейтеміз 2-ге. 103-ті көбейтеміз 2-ге. 6, 0, 2. Мына жерде 408 бөлу 4. 4-тің ішінде 4 бір рет, 4, 0. Және де мына 0 4-тен кіші болғандықтан 0 тіркейміз де, мына 8-ді түсіреміз. 8-дің ішінде 4, 2 рет бар. Көбейткен кезде 8, 0. Келесі 505 бөлу 5. 505 бөлу 5. 5-тің ішінде 5 бір рет бар. Көбейткен кезде 5, 0. 1 0 тіркейміз. 5-ті түсіреміз. 1-ден береміз. 5, 0. Келесі 204 көбейту 2. Яғни бұл жерде 8, 0, 4, 408. Енді екінші жолдағы есептеулердің мәнін кему ретімен жаз дейді. Яғни кему ретімен жазатын болсақ, бұл жерде, яғни үлкен сан 408, одан кейін 206, одан кейін 102 және де 101. Ал бұл жердегі жаңағы сандардың мәндерінің, яғни сөздері бұл жерде бұлай болады. Бұлақты жер, тұрақты жер. Жазайық. Бұлақты жер, тұрақты жер. Тұрақты жер. Келесі номер 2-ші есептің А нұсқасы, есептер бойынша өрнектер жаз, олардың мәнін тап. Көше бойындағы бір көшетті суғару үшін 9 литр су қажет. Осындай 101 көшетті суғару үшін неше литр су қажет? Енді есептің қысқаша жазылуын жазайық. Бір көшетті суғару үшін 9 литр су қажет екен. Ал енді 101 көшетті суғару үшін белгісіз, неше литр су қажет екенін білмейміз. Енді соны есептеуіміз қажет. Яғни бұл жерде 101-ді көбейтеміз
9-ға. Сонда 909 болады екен. Жауабы 909 литр су қажет. Келесі номер 2-ші есептің ән нұсқасы. Саябақтағы бір гүлзарды суғаруға 304 литр су жұмсалады. Осындай 2 гүлзарды суғару үшін неше литр су қажет? Енді есептің қысқаша жазылуын жазайық. Бір гүлзарды суғаруға 304 литр су қажет. Ал енді 2 гүлзарды суғару үшін белгісіз, неше литр су қажет екені белгісіз. Шешуі, бұл жерде 304-ті көбейтеміз 2-ге, сонда 608 болады. Жауабы 608 литр су қажет. Келесі 2-ші есептің Б нұсқасы. Бөлме өсімдіктерін суғару үшін 5 литрлік 3 ыдыс және 10 литрлік 2 ыдыс су жұмсалды. Бөлме өсімдіктерін суғару үшін барлығы неше литр су жұмсалды? Яғни былай жазамыз. 5 литрліктен 3 ыдыс және де 10 литрліктен 2 ыдыс. Барлығы неше литр су дейді. Енді шешуі. Яғни бұл жерде көбейтеміз. 5-ті көбейтеміз 3-ге 15. Және де 10-ды көбейтеміз 2-ге 20. Енді мына екеуін қосамыз. Яғни 15 қосу 20. Сонда 35. Жауабы. Бөлме өсімдіктерін суғару үшін 35 литр су жұмсалды. Мен қысқаша жазайын. 35 литр су жұмсалды. Келесі номер 3-ші есеп. Бағбан ұзындығы 4 метр және ені 2 метр болатын жер телімін тормен қоршауы қажет. Оған неше метр тор қажет болады? Егер жер телімін суғару үшін аптасына 1 метр квадратқа 101 литр су жұмсалатын болса, онда осы жер телімін суғару үшін аптасына неше литр су қажет? Яғни былай жазамыз. А тең 4 метр, Б тең 2 метр. Бізге бұл жерде периметрін табу қажет және де ауданын табу қажет. Және де 1 метр квадратқа 101 литр су жұмсалады екен. Енді бұл жерде периметрін табатын болсақ, яғни А қосу Б көбейту 2 деген формуланы қолданамыз. Яғни бұл жерде 4 метр қосу 2 метр көбейту 2 болса, яғни 6-12 метр болады. Бұл периметрі. Яғни бізге оған неше метр тор қажет дейді. Яғни 12 метр тор қажет екен. Ал енді ауданын есептейміз. Яғни қанша литр су жұмсалатын анықтау үшін. Ол үшін ауданын есептеу үшін А көбейту Б деген формула қолданамыз. Яғни 4 метрді көбейтеміз 2 метрге. Сонда 8 метр квадрат болады. Енді бізге 1 метр квадратқа 101 литр су қолданса, онда 8 метр квадратқа неше литр су қажет екен? Соны анықтауымыз қажет. Яғни 8 метр квадратты көбейтеміз 101-ге. Сонда 808 литр су қажет болады екен. Енді жауабы 12 метр тор қажет. Және де 808 литр су қажет деп жазып қояйық. Келесі номер 4-ші есеп.
Өрнектер бойынша есептер құрастырып, оларды шығар. Яғни бізде теңбіл гүл көшеті, теңбіл гүл көшеті 302 теңге тұрады екен. 302 теңгеден бізде неше көшет бар? 2 көшет бар екен. 2 көшет. Енді шырайгүл көшеті, яғни жазайық, шырайгүл көшеті 102 теңгеден бізде 3 көшет бар екен. 3 көшет. Барлығына қанша теңге, яғни жұмсалды? Барлығы қанша теңге болды дейді. Енді шешуі. Бұл жерде осы нені қолданамыз? Яғни 302 көбейту 2 қосу 102 көбейту 3. Яғни бұл жерде 302-ні 2-ке көбейтсек 604. 102-ке 3-ті көбейтсек 306. Қосқан кезде 910 болады. Яғни жауабы барлығы 910 теңге, яғни жұмсалған екен. Осы төртінші есептің ән нұсқасы, яғни есептің қысқаша жазылуын жазайық. Және де теңбіл гүл деп жазамыз. Теңбіл гүл көшеті 302 теңгеден 3 көшет. Және де шырайгүл көшеті 102 теңгеден 3 көшет. Жоқ, 102 теңгеден мұнда 4 көшет екен. 102 теңгеден 4 көшет. Яғни қаншаға артық деген сұрақ қойылады. Қай көшетке қанша теңге артық жұмсалды десек те болады. Енді шешуі. Бұл жерде осы өрнекті қолданамыз. Яғни 302 көбейту 3 азайту 102 көбейту 4. Сонда 906, яғни 906 мына жерде 408 шығады екен. 906-тан 408 азайтсақ 498 теңгеге артық төленген екен. Яғни теңбіл гүл көшетіне. Жауабы 498 теңге артық жұмсалды деп қояйын, немесе төленді. Келесі номер 5-ші есеп салыстыр. Яғни 308 бөлу А қосу Б және де 308 бөлу А азайту Б. Яғни бұл жерде 308, яғни мына жағы үлкен болады, бөлген жақ үлкен болады. Енді келесі С қосуды бөлу 8, С қосуды көбейту 8, әрине көбейту жағы үлкен болады. Келесі 408 бөлу 4 қосу Б. Мына жерде 408 бөлу жақша ішінде 4 қосу Б. Әрине мына жағы үлкен болады. Енді 122 қосу 80 бөлу 2 және де 122 қосу 80 бөлу 2 әрине мына жағы үлкен болады. Және де келесі 500 азайту 204 бөлу 2 қосу 75 және де жақша ішінде 500 азайту 204
бөлу 2 қосу 75. Әрине мына жағы үлкен болады. Және де 630 қосу 303 бөлу 3. Және де 180 қосу 303 бөлу 3. Әрине мына жағы үлкен болады екен. Келесі номер 6 есептің А нұсқасы. Баққа 130 алма көшеті және де алмаға қарағанда 2 есе артық алмұрт отырғызылды. Алма мен алмұрт қанша болса, сонша шабдалы көшеті отырғызылды. Бақшаға неше шабдалы көшеті отырғызылды дейді. Енді шешуін жазатын болсақ, бірінші бұл жерде алмұртты тауып алуымыз қажет. Ол үшін 130-ды көбейтеміз 2-ге, сонда 260 болады. Бұл дегеніміз алмұрт. Енді 130-ға қосамыз 260-ты, сонда 390 болады екен. Бұл шабдалы. Енді жауабы: бақшаға неше шабдалы көшеті отырғызылды? Яғни 390 шабдалы көшеті отырғызылды. Келесі 6 есептің Ә нұсқасы. Демалыс бағына 400 қайың көшеті, қайың көшетіне қарағанда 2 есе кем қарағай көшеті отырғызылды. Қайың және қарағай көшеттері қанша болса, сонша терек көшеті отырғызылды. Демалыс бағына неше терек көшеті отырғызылды? Яғни А нұсқасына әбден ұқсаған екен бұл есеп. Енді шешуі: бұл жерде 400-ді бөлеміз 2-ге. Сонда 200 болады. 400-ді 2-ге бөлсек 200. Енді бұл бізде қарағай болады екен. Енді екеуін қосамыз, яғни қарағай мен қайыңды. Яғни 400-ге қосамыз 200-ді. Сонда 600 болады. Яғни бұл терек екен. Жауабы: 600 терек көшеті отырғызылды. Келесі номер 7 есеп. Яғни бұл жерде 103 көбейту 3 қосу 46 көбейту 3. Яғни 103-ке 3-ті көбейтсек 309. 309-ға қосамыз 138-ді. Мәні 447 болады. Келесі 404 бөлу 2 қосу 60 көбейту 10. Яғни 202 қосу 600. Сонда 802 болады. Енді 909 бөлу 3 қосу 8 көбейту 57. Яғни бұл жерде 303 қосу 456. Мәні 759 болады. Енді 8 есеп. Өзеннен сыйымдылығы 9 литр және 5 литр болатын шелектердің көмегімен 6 литр суды бидонға қалай құйып алуға болады? Мына бидон 6 литрлік, мына шелек 5 литрлік,
мына үлкен шелек бұл 9 литрлік шелек екен. Енді бірінші біз не істейміз? Бірінші мына 5 литрлік шелекке толығымен суды толтырамыз. Толық толтырамыз, аузы мұрнынан толтырып, 5 литр қылып толтырамыз да, мына үлкен шелекке алып кеп құямыз. Сонда бұл жердегі жаңағы су осыншама толады, осыншаға. 9 литрдің 5 литрі толып қалады да, мына шелегіміз қайтадан босайды. Мынаны алып кеп, мынаған былай құямыз. Құйған кезде мынау босап қалады ғой. Мынаның іші толады, 5 литрге толады. 9 литрдің 5 литрі толып тұрады. Енді бұл жерде су жоқ мынаның ішінде. Қайтадан барамыз да өзеннен қайтадан бір шелек суды толтырып аламыз. Тағы да 5 литр су шығады. 5 литр суды, яғни мұнда 9 литрдің 5-еуін құйып қойдық қой. Яғни 4 литр қалады. 9-ның 5-еуін құйып қойғанда 4 литр қалады. Енді бізде мына шелекте 5 литр су бар. Енді мынаны аузы мұрнынан толтырғанда бізде мұнда 4 литр ғана сияды мынаған. 4 литр су сияды. 4 литр сияды мына жерге. Мына жерде 5 литр бар. Мінеки. Мына жерде 5 литр бар, мына жаққа 4 литр сияды. Енді мына 5 литрдің 4 литрі сыйған кезде, мына 5-тің 4-еуі кеткен кезде біреусі қалады ғой 1 литрі. Осы 1 литр суды аламыз да, мына түбінде қалған 1 литр суды, оны аламыз да мына бидонға құямыз. Сонда бидонның түбінде осындай 1 литр жаңағы су пайда болады. Біздің шелегіміз және де босап қалды. Енді қайтадан барамыз да, осы шелекке қайтадан барып өзеннен бір шелек су толтырып аламыз. Ол шелегіміз бізде 5 литрлік шелек екен, ұмытпаймыз. Енді қайтадан толтырып 5 литр суды осы шелекке толтырып алып, сол мынау 6 литрлік бидон ғой, оның ішінде 1 литр суы бар, мында су тұр. Енді осыған қайтадан мына шелекке су толтырып алып келіп, толық, яғни толық 5 литр суды бүйтіп алып кеп құямыз. Сонда мынаның ішінің барлығы толады екен. Осылай 6 литрлік суды бидонға осылай құйып алуға болатын сіздерге мінеки түсіндіріп бердім. Осымен балалар 134-ші сабақ аяқталды. Менімен болғандарыңызға рахмет. Маған тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Және де келесі 135-ші сабақта кездескенше сау болыңыздар.